Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгін мемлекеттік біліктілік емтиханы 200 топ 25 студент. Енді біз қазір билет сұрақтары бойынша емтиханға жауап беретін боламыз. Билет сұрақтары бізде слайдта көрсетілген, сол бойынша өз билеттеріңізді таңдайсыздар. Өздеріңіз көріп отырғандай, әртүрлі түсте мына жерде билет сұрақтары жасырылған. Осы билет сұрақтарының өздеріңіздің таңдауларыңыз бойынша әркім өзінің билет сұрақтарын таңдап алады. Ал енді бастайық. Кім бірінші таңдайды? Апа, мен бірінші таңдасам болады ма? Таңдай ғой. Кім? Аты жөніңді? Менің аты жөнім Мақсетбаева Жанарай. Мақсетбаева Жанарай. Мен таңдаймын бірінші қатардағы жасыл, төртінші яшық, жасыл яшықты. Төртінші билет. Келесі, Пак Виолетта. Таңдай ғой билетіңді. Үшінші билет түсті. Виолетта. Келесі. Апа, мен Жолдасбаева Жанат. Жолдасбаева. Жолдасбаева Жанат. Таңдай ғой билетіңді. Қызыл яшықтың ең соңғысы. Жанат, Жолдасбаева Жанат, сенікі екінші билет. Апа, мен Барат Диас. Барат Диас. Қызыл яшықтың біріншісі. Барат Диасқа бірінші билет түсті. Мен Нетбаева Жайна. Соңғы жасыл яшықтың төртіншісі. 22-ші билет түсті. Жайна. Келесі. Асанбек Мерей. Асанбек Мерей. Таңдай ғой билетіңді. Бірінші яшықтың екінші сұрағы. 10-шы билет Мерей. Жарайсын. Билет алған студенттер, билет сұрақтарыңызға дайындала берсеңіздер болады. Келесі. Жұмаков Ұлан. Жұмаков Ұлан. Таңдай ғой билет сұрағыңды. Үшінші қатардың үшіншісі. 11-ші билет түсті Ұлан. Апай, Сагидулаева. Сагидулаева Умида. Таңдай ғой билетіңді. Үшінші қатардың төртіншісі. 23-ші билет түсті. Апай, Мырзагулов Екранбек. Мырзагулов Екранбек. Таңдай ғой билет сұрағыңды. Апай, соңғы қатардың ең соңғы яшығы, 5-ші яшығы. Екранбек 16-ші билет. Жұбанова Айдана. Екінші қатардың 5-ші яшығы. 7-ші билет түсті Айдана. Артықбаева Динера. 4-ші қатардың екіншісі. 12-ші билет шықты Айдана. Динера. Келесі. Көп болсын. Көп болсын. Ұлдана. Екінші қатардың үшінші яшығы. Екінші қатардың үшінші яшығы. 14-ші билет түсті Елдана. Мыңбаева Гүлбану. Мыңбаева Гүлбану. Үшінші қатардың бірінші яшығы. 21-ші билет түсті. Самарт Айдана. Самарт Айдана. Екінші қатардың соңғы яшығы. 8-ші билет түсті. Меделхан Аяулым. Меделхан Аяулым. Бірінші қатардың соңғысы. 13-ші сұрақ, билет сұрағы. Келесі. Оразбаева Жансая. Оразбаева Жансая. Екінші қатардың екіншісі. 25-ші билет сұрағы түсті Жансая. Келесі студент. Енді бізде билет сұрағында өздеріңіз көріп отырғандай, сіздерге көрініп тұр ғой, билеттеріңізді. Түскен билеттеріңіз. Сол билет сұрақтары бойынша өздеріңіз көріп отырғандай, ол билетте бізде 3 түрлі сұрақтар бар. Яғни бізде бұл жерде біліктілік болғаннан кейін 3 пәнді қамтыған билет сұрақтары. Бірінші билет сұрағы бізде жабдықтау пәнінен, екінші билет сұрағы тауартану пәнінен, үшінші билет сұрағы тағам дайындау технологиясынан берілген болатын. Ал енді осы билет сұрақтарына қазір сіздерге жарты сағат уақыт беріледі дайындыққа. Егер дайын болған студент болса, қолдарыңызды көтеріп, мен айтайын апай деп, өздеріңіздің жауаптарыңызды берсеңіздер болады. Ал іске сәттілік.
Алдымен пайдың төртінші қатардың үшінші жәшігі. Төртінші қатардың үшінші ұяшығы. 15-ші билет сұрағы түсті. Айдын дайындала ғой. Келесі кім айтады? Мен Артықбаева Динара. Маған 12-ші билет түсті. Бірінші сұрақ, электрлі пештерді атаңыз. ЭПА 0,151 электрлі пеші, ЭПА 4, ЭПА 7, ЭПА 8 және де МЭПА 5 мармитті электрлі пештері. Бұл электрлі пештер шағын тамақ кәсіпорындарында қолданады. Бірінші және екінші тағамдарды ысытып немесе пісіріп беру мақсаттарында қолданылады. Екінші сұрақ, сүт және сүт өнімдерінің ассортименті және сапасына қойылатын талаптар. Сүт өнімдерінің сапасына қойылатын талаптар. Жаңа сауылған сүтте антитірі денелер болады. Олар бірнеше сағатта сүттің бойында сақталады. Дегенмен оның бойында бактериялар да болады. Ол бактерияларды жою үшін қайнату керек. Сүтті сақтаудың тағы да басқа да түрлері бар. Ол пастерлеу және ультрапастерлеу. Пастерлеуде арнайы ыдысқа салып, қайнатылған таза сүтті сақтап қояды. Сүт өнімдерінің ассортименті дейді. Сүт өнімдеріне қандай өнімдер алуға болады? Сүт өнімдеріне ірімшік және де айран, және де құрт, тағы да басқалар жатады. Құрт, сары май, сүзбе, кілегей, қаймақ, мына осы өнімдер сүт өнімдерінен алынады екен. Келесі сұрақ. Көкөністерден жасалатын жартылай фабрикаттар. Көкөністер үш түрмен жартылай фабрикатталады. Олар тоңазытылған, консервіленген және де кептірілген түрде. Тоңазытылғанға қырыққабат, сәбіз, картоп және картоп пюрелерін алуға болады. Консервіленгенге станақ, қияр және де тағы да басқа көкөністерді банкаға бастыруды консервіленген деп аталады. Және де кептірілгенге жеміс-жидектер және де жеміс-жидектер жатады. Тоңазыту үшін көк бұршақ, үрме бұршақ, кейде помидор, сәбіз, тағы да басқалар жатады. Жарайсың. Жылу мен аспаздық өңдеу әдісі қалай жүргізіледі? Жылу мен аспаздық өңдеу екіге бөлінеді. Ол қайнату және қуыру. Қайнатуға сұйыққа қайнату ол бірнеше этаптардан тұрады. Олар сұйыққа толығымен батыру, сұйыққа жартылай батыру және буда пісіру. Қуырудың да дәл солай болып келеді. Қыздырылған бетке маймен немесе майсыз қуыру, қуыру шкафтарында ашық отта қуыру және де инфрақызыл сәулелермен қыздыру. Жарайсың, Динара. Жақсы. Рахмет. Келесі кім айтады? 2-ші топ студенті Бердібаев Дәурен. 20-ші билет, бірінші сұрақ. Табалар және олардың маркалары. Табалар негізінде өнімдерді жылу өткізгіштік әдіспен қуыруға арналған. Табалар тікелей немесе жанама, тоқ күшімен немесе газ күшімен қыздырылатын болып бөлінеді. Бұл табалардың маркалары SE 0,5, SE 0,2 және SESM 0,2 және SESM 0,5. Бұл табалар табанының өлшеміне жоқ, ауданына байланысты бөлінеді. Және біздің маркалардың арасындағы SESM 0,2 және SESM 0,5 модульдендірілген және секциялық электрлік табалар болып табылады. Бұл табалар
тікелей ток күшімен қыздырылатын аппараттар. Мгм. Және EC02 және EC045 бұлар да сондай модульдендірілген секциялық электр табалары, бірақ бұлар материалдары бойынша сәл өзгешелеу болып келеді. Мгм. Бұлар шойынмен қапталған және шойын мен табанның арасында жылу өткізгіштік орын бар. Мгм. Жылу өткізгіштігім, жылу сақтайтын орын бар. Бұл арқылы табадағы өнім ұзақ уақыт бойы жылы күйін сақтап отырады. Тағамның, жылы күйінде сақтап отырады. Келесі сұраққа көшейік. Және келесі сұрақ крахмал, қант және кондитерлік өнімдер. Крахмал дегеніміз ол құрамында қанты бар. Крахмал дәндерінен тұратын ақ ұнтақ болып келеді. Бұл крахмал картоптан, дәнді дақылдардан, жармалардан және тағы да басқа шикізаттардан алынады. Крахмал дегеніміз тауарлық сұрттарға бөлінеді. Бірінші, екінші, экстра жоғары. Және осы сұрттарына байланысты крахмалдың түстері әртүрлі болып келеді. Крахмалды негізі кисель қайнату үшін және ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді, нандарды өндіру үшін пайдаланады. Крахмал негізінен қандай өнімнен алынады? Крахмал көбіне картоптан және дәнді дақылдардан, күріштен алынады, күріш дәнінен алынады екен. Келесі сұраққа көшейік. Келесі бізде қант берілген. Қант туралы не айтасың? Қант ол құрамы біртекті және жалпы сахарозадан тұратын өнім. Қанттың құрамында калориясы өте жоғары өнім болғандықтан оны көп пайдалануға болмайды. Қантты көбіне кондитерлік өнімдерді өндіру үшін және тағы да басқа нәрселерді өндіруге болады. Кондитерлік өнімдер дегеніміз ол құрамында қанты жоғары өнімдер болып табылады. Олар өзінің құрамына байланысты екі топқа бөлінеді. Ұннан жасалған және қанттан жасалған. Қанттан жасалғанға мармелад, карамель, кәмпит, жеміс жидекті кондитер өнімдер жатады. Ал ұннан жасалған өнімдерге күнделікті пайдаланып жүрген пряниктер, печеньелер және вафлилер, рулеттер, пирогтар жатады. Дұрыс, жақсы. Келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрақ ол бізде құс етінен әзірленген жартылай фабрикаттар. Негізі құс етінен порциялық сыбағалы құс етінен дайындалған жартылай фабрикаттарға ол аунатылмаған табиғи котлеттер жатады, және астаналық шницель жатады. Құрамына көкжелкен және аскөктер қосылған Киев котлеттері, ақ ұнтаққа аунатылған Киев котлеті және рагулар жатады. Құс етінен дайындалған рагулар және аунатылған куриные пальчики жатады. Куриные пальчики қазақшасы кеспелер, тауық етінен кеспелер. Жарайды, жақсы. Дәурен, мен саған тағы бір сұрақ қойып жіберейін. Электр қазандары. Қандай қазандар бар электр қазандарына? Электр қазандары дегеніміз тікелей ток күшімен қыздырылатын пештерді және сыйымдылықтары өте жоғары қазандарды айтады. Бұл электрлі қазандардың сыйымдылықтары 40, 60, 100 және 160, 250 литрлік сыйымдылықтар болады. Бұл қазандар негізі КПЕ, КПГ және КПП деген үш түрі болады. КПЕ маркалы қазанымыз ол электр қуатымен қызатын қазан.
КПГ дегеніміз ол газбен жылытылатын, және КПП дегеніміз ол бу арқылы қыздырылатын қазан. Жарайсың. Бұл қазандар айта бер. Бұл қазандар сыйымдылықтарына байланысты төңкерілетін және төңкерілмейтін болып бөлінеді. 40-60 литрлік төңкермелі қазандар және 160-тан 250-ге дейінгі ол төңкерілмейтін қазандар. Жарайсың. Жарайды, рахмет, Дәурен. Жақсы. Келесі бізде Жансая. Оразбаева Жансая. 25-ші білет менде. Бірінші сұрақ. Жылытқыш сөрелер. Жылытқыш сөрелері. Жылытқыш сөрелер тағамды белгілі уақытқа дейін жылылығын сақтап тұрады. Оларға МЭ 1,1, 0,127 және МЭК2С 11,0621 және CV2 және тағы басқалары жатады. Бұл жылытқыш сөрелер гарнирлерді, тағамдарды, тұздықтарды қысқа уақытқа сақтауға арналған. Жылытқыш, яғни мармиттер жатады бұларға. Мармиттер. Келесі сұрақ. Екінші сұрақ ол сүйікті жемістер және шемішкелі жемістер және олардың сапасына қойылатын талаптар. Сүйікті жемістер олар бір тұқымды жемістер. Оларға шие, тітше, қараөрік, шие өрігі, қарақат, шабдалы жатады. Ал шемішкелі жемістерге? Ал шемішкелі жемістерге ол алмұрт, айва, алма, айва және тағы басқалар жатады. Ал шемішкелі жемістердің сапасына қойылатын талаптар, олар дұрысындай таза болу керек, өткен иіс пен дәмсіз және әртүрлі пісетін уақытқа байланысты өзінің диаметрі болу керек және олардың шірік бөлігі 1 см квадратына болуы тиіс. Және де көгерген жемістерге тыйым салынады. Және де олардың сақталу мерзімі ауа температурасы 80-90%, ауа ылғалдылығы 80-90% жерде 2 тәулік және де 4 градустан аспайтын жерде сақтау қажет екеуінде. Ботқа түрлері. Және ботқа түрлері. Ботқа сұйық, қою немесе ұсақталған тамақ, суға немесе сүтке қайнатылған жарма. Оның түрлері қарақұмық ботқасы, жарма ботқасы, сұлы ботқасы, тары ботқасы және тағы басқалары. Олар сұйық және жабысқақ сусымалы ботқалар болып бөлінеді. Осы ботқалардың түрлерінен ішіне біреуін әзірленуін айтып берші, қалай әзірленеді? Мысалы, тары ботқасы. Жоқ, сұлы ботқасы. 1 стакан суға және 2 литр суға 1 стакан сұлы саламыз және 15-20 минут қайнатамыз. Дайын болды. Және қарақұмық ботқасын немен сынасың соңында? Пісіп болды. Немен сынуға болады? Сарымай салып сынуға болады. Дайын күйінде. Жарайды, жақсы, рахмет, Жансая. Келесі, Елдана. Мен 2-ші стоп студенті Көпесінова Елдана. Менде 14-ші билет түсті. Бірінші сұрақ, картоп аршуға арналған машиналардың маркалары жалпы сипаттамасы. Маркасы МОК 1250 машинасының үстіңгі жағында цилиндрлі жұмысшы корпустың ішіндегі айнымалы конус бар. Бұл конус корпусқа гайка арқылы бекітіледі. Машина жұмыс істеп тұрғанда қосымша қақпақ жабылады.
өңделінген өнім есікше арқылы сыртқа шығарылады. Машинаның жұмысшы органының бөлігін айналдыру электр қозғалтқыш және сына белдікпен жүргізіледі. Және екінші маркасы КНА 600М деп аталған картоп аршу машинасы үздіксіз жұмыс істейтін машина. Көкөністерді өңдеуге арналған тасқынды желілерді пайдаланады. Ол желкеленген секцияларға бөлінеді. Өңдеу камерасынан олардың ішіндегі жұмысшы орган болып есептелінеді. Келесі сұрақ, Елдана. Тамыр жемістілер мен ченек жемістілер, олардың сапасына қойылатын талаптар. Көкөністер екі топқа бөлінеді: вегетативті және генеративті. Вегетативті көкөністердің жапырақтары, тамырлары, сабақтары тағамға қолданылады. Бұл топқа ченек жемістілер, картоп, топинамбур, батат жатады. Ал тамыр жемістілерге қосымша сәбіз, шалғам, шалқан, боташық, балдыркөк, ақжелкен жатады. Ал сапасына қойылатын талаптар: көкөністерде витаминдер мен минералды тұздар тікелей қабықтың астында болады. Сондықтан оларды қабығын жұқалап тұрып аршу керек. Таза аршыған көкөністерді қайтадан жуып, тек содан кейін оны турауға болады. Оларды неғұрлым ірілеу кессек, витаминдер соғұрлым азырақ жоғалады. Яғни біздер көкөністі алғашқы өңдеуден өткізген кезде қабығын ашитын болсақ, яғни қабығының астында жақын орналасқан болады екен дәрумендер. Сондықтан біз қалың ашуға болмайды. Оның барлық витаминдерін алып қоямыз көкөністердің. Барлығына түсінікті. Жарайды. Келесі сұраққа көшейік, Елдана. Барлық жартылай фабрикаттардың сапасына қойылатын талаптар. Жартылай фабрикаттардың ішкі қабатын, ішкі мүшелерін ұйқасқан қара қабыршақтардан тазарту керек. Жұмсағы сүйегінен тығыз орналасқан болу керек. Жұмсағының ішкі жағы қараймаған, қабырға сүйектері бос болмау керек. Өңделген балықтың қабығы бүтін, жүзбе қанатсыз және қабыршақ қалдықтарынсыз болу керек. Жүзбе қанаттардың барлық жұмсағына кіріп тұрған сүйекті жерлерін кесіп алу керек. Балық суы көп микроағзалардың дамуына жағдай жасап орта болып табылады. Жарайды. Жақсы, рахмет, Елдана. Келесі. Меделхан Аяулым. Сәлеметсіз бе? Сіздің билет сұрағыңыз нешінші еді? Бірінші сұрақ 13-ші билет. Бірінші сұрақ RO1M балық тазалау машинасы. Машина хроптан, қақпақтан, жұмыс органынан, жұмсақ біліктен және электр қозғағыштан тұрады. Жұмыс органы болып қырғыш есептелінеді. Оның цилиндрлі бетінде өткір қырлары бар қабырғалары болады. 8 бөліктен тұрады, яғни фреза, сабы, иілмелі білік, электр қозғағыш, кронштейн, қырғыш білігі, сақтандыру қорабы және қырғыш. Жарайсың. Келесі сұрақ. Қаймақ және кілегейдің сапасына қойылатын талаптар. Қаймақтың сапасы дәмі мен иісі таза сүт қышқылды, пастерленген өнімге тән болуы керек. Барлық қаймақ түрлерінде сәл ашқылтым дәм және қорытылған май дәмінің болуы рұқсат етіледі. Кілегей сапасына қойылатын талаптар: түсі ақ, сарғыш реңді, консистенциясы бітекті, май мен белок сеушіксіз, дәмі сәл тәтті, пастелеу татымды және таза болу керек. Жарайды. Жақсы. Келесі сұраққа көше ғой. Келесі сұрақ: ет, сүт өнімдері, механикалық аспаздық өңдеу.
ірі және ұсақ малдың бастары егер де жүнмен келсе, оны бірінші терісін алады және күйдіреді. Содан кейін тазартылып жуылады. Тіл мен мимен келген бастарда алдымен тіздері кесіліп, содан соң тері кесіледі. Кейін маңдай бөлігі мен ми алынып жуылады. Егер бастар терісіз бірақ ерінмен келсе, онда еріндерін кесіп күйдіреді. Жүнмен келіп түскен ірі және ұсақ малдың аяқтарын күйдіреді, тазалайды, аяқтарын алып тастап жуады. Екі бөлікке бөліп, 2-3 сағатқа суық суға жібітеді. Қан шығару және пленкаларын ісіну үшін миды 1-2 сағатқа суық суға жібітеді. Содан кейін миды судан шығармай пленкасына абайлап алып тастайды. Бауырда өт жолдары мен қан тамырларын кесіп суық суға жуылады және пленка алынады. Тілді пышақпен ластан тазартылады және суға жуылады. Яғни суп өнімдерінің механикалық аспаздық өңдеуін айтып жатыр аяулым. Барлығымыз тыңдап отырмыз ғой, иә? Өте жақсы айтып өтті. Келесі. Асқазандар ішкі жағынан сыртқа қарай қайрылады, жуылады. Бірнеше рет. Пісіре алдында орап байланады. Жүректің бойынан кесіп, қан үйшықтарын алып тастайды. 1-3 сағат суық суға малынып, бірнеше рет жуылады. Жарайды, жақсы. Рахмет. Бекбекей, 200 топ студенті. Маған берілген сұрақ, билет, 10-шы билет түсті. Бірінші сұрақ, қауіпсіздік техникасының жалпы ережелері. Қауіпсіздік техникасының еңбек қорғаудың бір түрі. Жұмыскерлердің денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін өндіріс жағдайлардың алдын алудың ұйымдастырушылық техника шараларымен қолданылатын жүйесі. Қауіпсіздік ережесі жалпы бірінші өзімізден бастаймыз. Біздің формамыз дұрыс болу керек. Диалект, аяқ киім, бас киім және табан міндетті түрде жабық болу керек. Және үстел үстінде өзіміздің биіктігі өзімізден төмен болу керек. Және пышақты ұстаған кезде сол қолға міндетті түрде қолғап кию керек. Екінші сұрақ, шұжық өнімдерінің түрлері және сапасына қойылатын талаптар. Шұжық өнімдеріне ысталған шұжықтар және шикілей, фаршталған шұжықтар жатады. Шұжық етіне қойылатын жартылай ысталған. Жартылай ысталған және қанды шұжықтар, ысталған, фаршталған шұжықтар жатады. Шұжық өнімінің сапасына қойылатын талаптарға балғын шұжықтардың қабығы құрғақ, эластикалы, көгермеген, турамаға тығыз жабысқан болу керек. Турама түсі біртекті сұр, дақсыз және ақ түсті турама бос туысты болу керек. Үшінші, балықты қуыру, пісіру және бұқтыру түрлері, әдістері. Балықты қуыру сыбағаға кесілген тұз және бұрыш қосып, сеуіп, ұнға аунатып, маймен жақсылап қыздырылған табаға немесе суырма табаға екі жағында қызартып алтын тұтығып қуырып аламыз. 140-160 градуста 5-10 минутқа. Буға пісірілген балық, балықты жуып, тазалап, тұздап, тұзды майда тұз себеді және кептіріп үстіне майда тұз сеуіп, сегіз қылып себеміз. Егер балық ірі үлкен болса, тұзды ортасына да тұздау керек. Көп қылып. Ол тұз 30 минутта сіңеді. Және оны балықты бұқтырып пісірілген соң, ол езілмейді, толық дәмденеді.
жарайсың. Рахмет. Келесі. Мен 2-ші студенті Зарипаева Гүлжан. Маған түскен билет ол 9-ші билет. Көкөніс тура машинасының бірі ол Pro 50-200. Шикі көкөністер ол тұлымды таяқшалап туралады. Сыртқы бүтін қойылған салу шанағы бар. Тостаған тетігі шектелген шанақтық аузында 3 түрлі тегісі бар. Екі циклді бір айға құсайды. Жұмыс камерасы 8 циклді сияқты. Бір жақ тетігі науаны бар. Жұмыс бірлігін түсінетін тетігі жалған 12 қалақты. Тағы бір көкөністерді турайтын машина ол МС-2800 ауыстырмалы механизм. Бұл 06 электрлік жетілген жалғасы бар көкөністер. Ол торамшы сарымсақ секілді турайды. Томаша, келесі сұрақ. Келесі ол теңіз өнімдері мен уылдырықтардың сапасына қойылатын талаптар. Кез келген өнімге, әсіресе балыққа қойылатын талап ол балғындық. Балғын емес балықтан дайындалған тамақ ол улану қалуы мүмкін. Улану себебі мүмкін. Балықтың сапалылығы ол сыртқы түріне және бұлшық етінің тығыздығына болып келеді. Балықтың сапасын білу үшін ол қайнатылған су арқылы және пышақ арқылы білуге болады. Қайнатылған су арқылы ол балықты бірнеше секундқа қайнаған суға салып, сол арқылы иісінен немесе шірік екенін білуге болады. Және пышақ арқылы, ол пышақ арқылы ол қыздырылған пышақты суға салып, балықтың басының артына сұғады. Сол арқылы 20-30 секунд күтеміз. Содан кейін балықтың иісін арқылы оның шикі немесе балғын екенін білуге болады. Ал 3-ші сұрағымызға келетін болсақ, сыбаға тағамдарының айырмашылықтары. Ол сыбаға деген ол құрметті қонаққа немесе жақын адамдарға арнап дайындалған кәделесі. Ол кәделесі. Жалпы сыбаға ол арнайы дайындалған сыйлық. Ол мейлі ет болсын, оны әркімнің жалпы бәріне осылай жақындарға берілетін кәделесі. Сен бір жағын айтып отырсың, мына жерде сыбаға тамақ дегеніміз, мысалға сыбағаға бөлінген порционный дейді ғой. Сол сыбаға бөліктер осылар болып жатады. Яғни бір порцияға берілген тамақ түрі. Иә. Жарайды, жақсы. Рахмет. Барат Диас, 200-ші топ. Маған түскен билет саны 1. Бірінші билет. Машиналар мен механизмдер жайлы түсінік. Тағамтану кәсіпорындарындағы механикалық жабдықтар технологиялық жабдықтарға кіреді. Жалпы технологиялық жабдықтар білік механизміне байланысты 3 түрлі жолмен жасалады. Біріншісі, білік құрылымы жеке корпуста орналасқан. Екіншісі, білік құрылымы қорғау көзімен жинақталған. Үшіншісі, білік құрылымы қорғау көзі және де атқару қызметімен бірге орналасқан. Жалпы осы технологиялық жабдықтардың ең басты жұмыс істейтіні ол атқаратын механизмдері, атқару механизмдері деп аталады. Екінші сұрақ, азық-түліктің химиялық құрамы, минералдық заттар және де су. Жалпы тағам құрамына органикалық және де неорганикалық заттар кіреді. Неорганикалық заттарға минералды заттар және де су жатады. Ал органикалық заттарға көмір, су, май,
көмірсу, май, органикалық қышқылдар және де тағы басқалар жатады. Жалпы адам тәулігіне 2-2,5 литр суды қажет етеді. Жалпы судың көбін жеміс жидектерден, сүттен, еттен, тағы басқа нәрселерден алады. Жалпы көбінесе су қай көкөністің құрамында көп болады? Көкөніс пен жемістердің құрамында 75-95% су болады, ал сүттің құрамында 87-90, 87-89, еттің құрамында 58, 4% су организм ең керекті не табылады. Себебі су адам организмдегі химиялық процестердің жұмыс жасауын жүргізілуі бірден-бір себебін тигізеді. Келесі сұраққа көше ғой. Еттің тағамдық құндылығы, мал құндылығы және де мал ұшасын мүшелеу. Жалпы ет жалпы тағамдардың арасындағы ең құнды әрі ең өнімділігі жоғары болып келеді. Себебі ет май, сіңір, сүйек және де тағы басқа қоректік заттардан тұрады. Мүшелеу, сиырша мүшелеу, жамбас, сан, артқы сирақтардан тұрады. Ал қой етін мүшелеу, жамбас, артқа жаурын, мойын омыртқа және де қол еті Жарайсың. Диас, мен саған билеттегі бірінші сұрағың бойынша сұрақ қойғым келіп отыр. Машиналарды жасау үшін қандай материалдар пайдаланады? Сол жаңағы сен айтқан машиналарды, өндірістік машиналарды қандай материалдармен жасалады екен? Жалпы машиналарды жасау үшін көбіне металл және де пластикалық заттар көбінен қолданылады. Жалпы және ол тетіктеріне материалдарды таңдаған кезде олардың мұқият назар аударады. Жалпы суда ол таңдалған материал біздің өнімімізге ешқандай кесірі болмау керек. Пластикалық материалдардан да жасалады. Пластикалық материалдардан жасалған ерекше бір белгі, ол материалдан жасалғанда олар сумен байланысқан кезде тотықпайды. Тотықпайтын болат материалдардан жасалу керек, көбінесе тотықпайтын болат материалдардан жасалынады. Келесі сұрақ бойынша RO1M маркадағы машина қандай қызмет атқарады? Ол не үшін қолданады? Тамақтандыру, жалпы RO1M дегеніміз ол тамақтандыру кәсіпорындарында балықты тазалайтын машина. Бұл машина қораптан, қақпақтан, жұмыс органынан, жұмыс білігінен және де электр қозғағыштан тұрады. Жалпы ол жұмыс бастар алдында корпус кронштейн арқылы жұмыс жасау үстеліне бекітілінеді. Жарайсың. Содан оны қосып алып тексереміз, содан кейін құйрығынан басына қарай тазалай береміз. Жарайсың. Жақсы, өте жақсы. Енді келесі үшінші сұрақ бойынша мен саған сұрақ қойғым келіп отыр. Тағам дайындау технологиясынан еттің мүшелеу туралы айттың ғой өзің. Сол еттің сапасына қойылатын талаптар және сол еттен жасалатын жартылай фабрикаттардың қойылатын талаптар қандай болады екен? Жалпы етке қойылатын талаптар. Жалпы өзіне тән иісі болу керек, артық иіссіз, кішкене қою қызыл сол піскен кезде сорпасы майлы және де жағымды иісті болу керек. Ал жалпы сол қой етінен жасалатын жартылай өнімдерді тоңазытқыштарда 5 қандай уақытта мерзімде сақтаймыз? Градуста бір тәулік. Бір тәулік. 24 сағат. Қанша градуста сақталу керек? Жартылай өнімдерді 4-8 градус аралығында бір тәулікте сақтауға болады. Жарайсың. Жақсы. Келесі. Рахмет, Диас.
Менің атым Қаржабайұлы, маған түскен номер 11-ші билет. Номер 11-ші билет. Енді бірінші сұрағы, ет және балық өңдеу машиналары MIM 82M және 105M ет тарту машиналары. Жауап бере кетсем, ет тарту машинасы өнімділігіне байланысты 3 топқа бөлінеді. Бірінші, өнімділігі сағатына 10 килограмм болатын тұрмыстық. Екінші, өнімділігі сағатына 10 килограммнан 500 килограммға дейін болатын тамақтандыру кәсіпорындары. Үшінші, өнімділігі сағатына 500 килограммнан астам өндірістік болып бөлінеді. Ол үлкен өндірістік орындарда пайдаланады, кәсіпорындарында. Апай. Және тамақтандыру кәсіпорында қол немесе электр қуатымен жұмыс істейтін ет тартқыш машиналарды қолданыста болады. Маркаларын білесіз бе? Ет тартқыш машинаның. Ет тартқыш машинаның маркалары қандай болады? Ет тартқыш машиналардың маркалары MIM 82, MIM 105, MIM 150, 500 және 505 деген ет тарту машиналар маркалары болады. Жарайсың. Келесі сұраққа көше ғой. Ет консервілері мен ысылған ет сапасына қойылатын талаптар. Ысталған ет сапасына қойылатын талаптар. Қандай талаптары бар екен ет консервілері дегеніміз не? Ет консервілері дегеніміз, мысалға жаңа сойылған еттер, олар консервілеуге жібереді. Оларға көптеген қоспаларды қосып, сол консерваға сыйдырады. Және осы консервілердің сапасына тоқталатын болсақ, консервілердің беті мен астыңғы және үстіңгі беттері бір қалыпты, бір деңгейде болу керек. Немесе ісіп, оның жоғарыға көтеріліп, ісіп тұрмау керек. Ол яғни ашып кеткен өнім болып есептеледі. Бірден ет консервіге сразу жібереміз бе оны? Бірден жібермейміз ғой, консервіленетін етті не істейміз? Алғашқы өңдеуден өткіземіз, оны бөліктерге бөлеміз, одан кейін тағы не? Қандай процесс жүреді одан кейін? Дәмдеуіштер қосылады ма? Одан кейін олардың да бөліміне. Одан кейін... Еттің сапасына қойылатын талаптар туралы не айта аласың? Еттің сапасына қойылатын талаптар, ең бірінші, еттерден жағыз иіс шықпауы тиіс. Етті тексеретін адамдар, ода көптеген мөрленбеуі тиіс. Мөрленбеу керек, жаңа сойылған еттерде көптеген мөр басылмау керек. Сұраққа көше, қандай температурада ыстық тағамдар, ет тағамдары ұсынылады? Көбіне ет тамақты жақсы көреміз ғой. Мысалға 320 градуста негізі осы қазақтар көбіне етті тамақты жақсы көргендіктен бешбармақ, қуырдақ, сірге, мипалау, қимай және қазығарта тамақтарын көп қолданады. Олардың градустары 320 градуста болуы мүмкін. Оларды қайнатады және қуыру, бұқтыру кездерінде көптеген градусқа көтеру процестері жүріп отырады. Ұлан, рахмет, жақсы. Келесі. Апай, сәлеметсіз бе? Мен Мақсатбаева Жанара 200 топ студенті. Мен жауап берсем болады ма? Болады. Маған берілген билет 4-ші билет берілген болатын. 4-ші билеттің бірінші сұрағы ЭПА 0,151 электрлі пешінің құрылысы берілген болатын. Оны қандай жүйелерде қолданылады, сол туралы маған берілген болатын. Бізде бұл ЭПА 0,151 пеш, бұл оның ауданының өзі аты айтып тұрғандай 0,151 ауданның өзі. Және де бұл ең жоғары қыздыру температурасы 350 градусқа дейін температурада қыздырады. Жалпы табаны 1200 және 860 өлшемді құрайды. Және де бұның ішкі қуыру шкафтарының өлшемі 690 және де 597 және 350 өлшем ауданын құрайды. Және де бізде бұның ішкі қуыру шкафының өзіне кем дегенде, жоқ дегенде ең көп мөлшерде 150 килограммға дейін өнімдерді қуырып пісіре аламыз. Жарайсың. Өте жақсы. Және де қуыру уақыты 30 минутта 270 градуста қуыра аламыз.
Жарайсың. Келесі сұрағыңа көше ғой. Кім Жанарай? Маған берілген екінші сұрақ азық-түліктің сапасына және азық-түліктің сапасына қойылатын талаптар және де олардың аспаздық өңдеуі. Бізде ең бастысы жарайды. Бізде ең бастысы ол бізде азық-түлік болғандықтан азық-түліктің сапасына мән беруіміз керек. Бізде бұл жерде азық-түліктен бірінші химиялық және де биологиялық бұлардың барлығы сараптамадан өткізілуі тиіс. Біріншіден. Және де не болмаса егер де бұлар өткізілмеген жағдайда өңдеуден өткізілмеген болса, адам ағзасын улауы, не болмаса адамны өлімге дейін апаруы мүмкін. Сол себепті біз онымен ең алдымен сапасына мән беруіміз керек. Одан кейін оның жарамдылық мерзіміне қарауымыз керек. Қай уақытта шықты және де қай уақытқа дейін жарамды, біз соған ең бірінші мән беруіміз керек. Не болмаса ол адамның ультра ағзаларына әсер етіп, адамның өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Сол себепті өзіміздің ас адамның арқауы демекші, өзіміздің ең алғашқы өзіміздің жеп отырған тамағымызға мән беруіміз керек. Келесі сұрақ. Маған берілген үшінші сұрақ қабыршақты балық механикалық және аспаздық өңдеу. Біз ең алдымен балықты жуып алуымыз керек. Ең бастысы бұл жуу процесс болып табылады. Бірінші тоқтай тұрыш, Жанарай, бір нәрсе айтып жіберейін мен. Міне өндірістік тапсырма дейді. Яғни біз әркім өзінің жаңағы өндірістік орынға, яғни тәжірибелік практикаға жіберілген болатынсыңдар, осыдан бірнеше күн бұрын ғана міне аяқтадық та практикамызды. Енді сол жерде қабыршақты балықтармен жұмыс жасап көрдік пе? Өндірістік орында. Апай, көрдік. Механикалық аспаздық өңдеу жасадық па балыққа? Үйрендік па? Сол бойынша қазір сұрағыңның жауабын сол бойынша көз алдыңа елестетіп отырып, сұрағыңа жауап берсем болады. Жарайды. Әрмен қарай. Бұл қабыршақты балықтың ең алдымен біз бұны жақсылап, ең бірінші бұл тазарту болып табылады. Ең алдымен біз оны жақсылап жуып аламыз. Одан кейін барып, бұны бөлшектеу, тазалау, бірінші тазалау әдісі болады. Біз оның өзімізге керек емес бөліктерін алып тастап, жақсылап тазартудан өткізуіміз керек. Одан кейін барып, біз оны бөлшектеп, тұздап, маринаттап, одан кейін барып, оны тоңазытқышқа өткізілетін балықтар болады. Не болмаса, бірден маринаттап, 1 сағат, не болмаса 45 минут, жоқ дегенде 45 минут бізде маринатта тұру керек. Содан кейін барып біз оны әрі қарата қолдана аламыз. Балық өнімімен бізде құс өнімдері маринатты өзі бір аз уақытта ғана тез сіңіріп алады. Сондықтан аз уақытта қойып маринаттасақ та болады. Жарайсың, жақсы. Келесі, жақсы, рахмет, Жанарай. Жүрсем бола ма, Пакиолетта, 200 топ студент. 3-ші билет. Беріліс механизмдері, тысты және белдікті берілістер. Электр қозғалыстың айналысын жұмыс органы білігіне беретін механикалық құрылғыны беріліс механизмі деп атаймыз. Бұл берілістер біліктердің айналым жылдамдығын өзгертуге, қозғалыстың бір түрін екінші түрге айналдыруға мүмкіндік туғызады. Екінші сұрағым, азық-түліктердің химиялық құрамы, дәрумендер. Азық-түліктердің химиялық құрамы дегеніміз, олар ақуыздар, майлар, көмірсулар, минералдық заттар, су және де дәрумендер. Дәрумендер дегеніміз адам мен жануарлардың тіршілігіне олардың ағзасындағы зат алмасудың бір қалыпты болу үшін аз мөлшерде өте қажетті биологиялық активті органикалық қоспалар деп болады. Және үшінші сұрағым, және теңіз өнімдерін өңдеудің технологиялық сызбасын дайындау. Мен қазір технологиялық сызбасын дайындадым. Балықты өңдеудің технологиялық сызбасы. Алдымен біз оның қабығынан аламыз, және де жүзгіш қанатын аламыз. Оның ішіндегі іш құрылысын керек емес жерлерін шығарамыз, жуамыз және жартылай өнім дайындауға жібереміз. Ал теңіз өнімдерін өңдеу, мен устрицаларды алғам. Оларды салқын суда жуамыз, қақпақтарын шешіп және тағы бір рет жуып, одан кейін таратамыз. Ал егер біз оны тоңазытқышқа салатын болсақ, біз оның қақпағын салмаймыз, ашпаймыз. Береді, жарайсың.
Мен мына бірінші сұрақ бойынша мен саған сұрақ қойғым келіп отыр. Машина циклы дегеніміз не? Және оның қандай түрлері бар? Машина циклы. Машина циклы дегеніміз өнімді өңдеуге кететін толық уақыты, және де оның бар жұмысшы және технологиялық цикл. Жұмысшы және технологиялық. Машиналардың өнімділігі дегеніміз не? Виолетта? Машиналардың өнімділігі дегеніміз белгілі бір уақыт ішінде машинада өңделініп шығарылатын өнімнің мөлшері. Жарайсың. Келесі сұрақ, балықтан дайындалатын жартылай фабрикаттың түрлерін атап айта аласың ба? Балықтан дайындалатын жартылай фабрикаттардың түрлері стразалар, котлеттер, сосын филе, тельное, одан кейін бифштексалар және жарайсың. Жарайсың, рахмет, Виолетта. Мен дайынмын. Самарт Айдана дайынмын. Жарайды, Айдана айта ғой. Билет сұрағы неше? Самарт Айдана 204 студенті, 8-ші билет. 8-ші билет. Бірінші сұрағы картоп тазалау машиналары. МОК 1250, УММ5 және КНА 600М маркалы машиналар бар. Оның біреуін алсақ, МОК 1250 машинасы, оның үстіңгі жағында цилиндрлі корпус конусы орналасқан. Ол машинаның камерасының үстіңгі жағында қақпақ бар. Оның қызметі судың шашырмауын қамтамасыз етеді. Және тазартылған өнімді есікше арқылы сыртқа шығарады. Бұл машинаның кинематикалық сұлбасына келетін болсақ, оның электрлі қозғағыштағы білігі шкив арқылы болады, және оның сына белдіктің көмегімен қозғалысты шкифке береді. Жарайсың, келесі сұрағыңа көше ғой. Балғын саңырауқұлақтар. Екінші сұрағымыз балғын саңырауқұлақтар. Балғын саңырауқұлақтар ақ және шампиньондарды қолданады. Оларды алдын ала қайнатылған немесе маринадталған кепкен саңырауқұлақтармен алмастыруға болады. Қаймақ соусындағы балғын саңырауқұлақтарды маринадталған және тұздалған саңырауқұлақтармен қолданады. Оларды ұсынар алдында бірден қуырады. Оларды себебі ұзақ сақталып қалса, дәмі және консистенциясы арылай түседі. Шабылған еттен әзірленетін өнімді екі жағынан бірдей қуырып аламыз. Және шабылған еттен Айдана кішкене тоқтай тұр, сөзіңді бөлейін. Шабылған еттен дайындалатын тағамдар, қандай тағамдар дайындауға болады шабылған еттен? Шабылған еттен котлет, бифштекс, люля кебаб, брюзель. Жарайды, жақсы, сау бол, рахмет, Айдана. Келесі студент. Менің есімім Микрамбек Мырзагулов, 204 студенті. Маған берілген билет номері 16-ші билет. 16-ші билеттің бірінші сұрағы. Жалпы жылу жабдықтары туралы мәлімет. Яғни жалпы жылу жабдықтары туралы мәлімет. Тамақтандыру кәсіпорындарында жылу жабдықтары өздерінің негізгі көрсеткіштері бойынша былай бөлінеді. Яғни технологиялық қолдануы бойынша жылыту отыны, жылыту тәсілі, құрастыру шешімдері. Технологиялық бағыты бойынша қайнату аппараттары, қуыру немесе пісіру, күрделі жылу аппараттары деп бөлінеді. Технологиялық бағыты бойынша негізінен әмбебаптық және арнаулық деп те бөлінеді. Әмбебаптық бірнеше процесті орындаса, ал арнаулы бір процесті ғана орындайды. Екінші сұрағым, жармалар ассортименті мен сапасына қойылатын талаптар. Жармалар ассортименті алдымен
түрге, топқа, маркіге және сұрыптауырға бөледі. Жармалар ассортиментіне тары, күріш, қарақұмық, сұлы, геркулес үлпегі сынды жарма тұқымдастары кіреді. Және бұлардың сапасына қойылатын талаптар дәл осы жарманы өңдеудегі бірінші термодинамикалық өңдеуден соған тікелей байланысты. Менің үшінші сұрағым, балықтан котлет массасын дайындалған жартылай фабрикаттардың технология картасын сызып көрсетіңіз. Маған берілген 30 минут ішінде мен оны дайындап сызып қойған болатын. Экранға көрсетейін ба? Айта бер, көрсете ғой экранға. Дәл осылай котлет массасына технология картасы сызып қойған болатын. Жаңа дайындық барысында сіздің ба сонда бұны? Маған берген 30 минут ішінде дәл осы технология картаны сызып қойған болатын. Жарайсын. Котлет массасына. Жарайсын. Сол котлет массасын бір айтып өтші маған. Қандай құрамына қандай азық-түліктер кіреді екен? Котлет массасын, яғни технология картаға сүйене отырып айтсам, балық сүбесі, яғни 1 килограмм балық сүбесіне 300 грамм жібітілген нан, 20 грамм тұз, 1 грамм бұрыш, 350 грамм су қосылады. Яғни әр сыбағаға 1-2 данадан пішіндей, әр жартылай фабрикаттың массасы 144 грамм болу тиіс. Экранбек, жарайсың. Енді келесі жаңағы мен саған жабдықтау пәні бойынша сұрақ қойғым келіп отыр. Электр пештері және оның маркалары қандай? Электр пештері негізінен 3 түрге бөлінеді. Яғни электр күшімен қыздырылатын, жанған газ қуатымен және қатты отын күшімен қыздырылатын. Қатты отын күшімен қыздырылатын. Ал маркаларға тоқталатын болсақ, PSM4ШБ, PSM4Ш, М2, EP2М, EP7, EP8 сияқты электр пештері маркалары бар. Жаңа жармалар деп өзің жауап бергендей, маған осы жармалардан ботқа түрлерін айтып берші, және ботқаның жаңағы жасалу ережесі бойынша қалай жасалынады, оның түрлері қандай? Ботқа түрлерін айта кететін болса, ботқа түрлері өте көп. Сөк ботқасы, қарақұмық ботқасы, арпа ботқасы, жүгері, күріш ботқалары. Олардың жасалу жолы алдымен жармамызды жуып алып, бірінші жылы су, екінші ыстық суға жуып алып, оны белгілі ыдысқа салып, үстіне мөлшермен 1 килограмм жармаға 5-6 килограмм су кетеді. Яғни 50-60 грамм тұз қолданылады. Піскен соң ыдысқа бөлек алып, ертілген май қосып, ұсынысы болады. Балықтан әзірленетін тағамдар. Олар қандай тағамдар және оның сапасына қойылатын талаптар? Балықтан дайындалатын тағамдар қуырылған балық, қайнатылған балық сынды. Тоқтырылған балық, пісірілген балық. Енді олардың сапасына қандай талаптар қойылады екен? Бірінші, балықтың сапасына ма әлде тағамның сапасына? Тағамның, дайын болған тағамның, осы балық өнімінен дайындалған тағамдардың сапасына қойылатын талаптар қандай болады? Түсінікті. Балықтан жасалған тағамдардың сапасына қойылатын талаптар, балық ұсынары алдын бірнеше күн емес, дәл уақытында дайындалу керек. Иісі, дәмі, барлығы сол тағамға лайықты болу керек. Піскенде де белгілі мөлшермен градус барлығы берілген, солармен пісірілу керек. Шеке ешқандай болмау керек. Жарайды, жақсы, рахмет Экранбек. Келесі. Жолдасбаева Жанат, 200 топ, 2-ші билет. Номер 2-ші билет. 2-ші билет. Жарайды. Бірінші сұрағым машиналарды жүктеу. Жалпы машиналар атқаратын қызметіне байланысты жүктеледі. Олар өнімдерді тазалауға, іріктеуге, ажыратуға, қабығын аршуға, араластырып біркелкі масса жасауға арналған машиналар болып бөлінеді. Және машиналар олар класстарға да бөлінеді. Олар жуу жабдықтары болып бөлінеді. Сұрыптау, іріктеу, тазалау жабдықтары, кесу, ұнтақтау, илеу жабдықтары да болады. Ол қамырды илейтін машина болады өзі бөлек. Екінші сұрақ, ол азық-түліктің химиялық құрамы және ақуыздар, майлар, көмірсулар. Азық-түліктің
химиялық құрамы. Оған май, ақуыз, минералдық заттар және дәрумендер жатады. Ақуыздар дегеніміз жалпы ағзаның өсіп дамуына әсер ететін ең үлкен пайдалы зат. Ақуыздар жасушаның құрылымдық элементі. Ақуыздар етте, сүт өнімдерінде, жұмыртқада және де балық өнімдерінде болады. Және майлар. Майлар олар липидтерге жатады. 3 атомды глицерин түзеді. Эфирлер қоспасына жатады майлар. Көмірсулар жалпы 2 үлкен топқа бөлінеді. Олар полисахаридтер және моносахаридтер болып. Полисахаридтерге крахмалдар, клетчаткалар және де көмірсуларға жақын элементтердің барлығы жатады. Моносахаридтерге олар глюкоза түзеді. Жүзім қанты, фруктоза, жеміс қанты, тәтті суда жақсы ериді моносахаридтер. Жарайсың. Келесі сұрақ. Ал үшінші сұрақ олар тамыр жемістілер мен түйнек жемістілерді өңдеу және турау. Турау түрлері, иә, турау түрлері. Түйнек жемістілерге жалпы картоп, батат және капиттер жатады. Тамыр жемістілер мен түйнекті жемістілер қандай топқа бөлінеді? Вегетативті және генеративті болып 2 түрге бөлінеді. Соның ішінде тамырды жемістілер, түйнекті жемістілер деп бөлінеді. Бізде қазір тамырды жемістілер бойынша қандай көкөністер жатады тамыр жемістілерге? Тамыр жемістілерге сәбіз, қызылша, шалқан, шамыр көкөністер жатады жалпы. Яғни тамырынан пайда болатын көкөністерді біз тамыр жемістілер деп айтамыз, Ал түйнекті жемістілерге қандай жемістер жатады екен көкөністер? Түйнекті жемістілерге картоп, капиттер, бататтар жатады. Және оларды тураудың түрлері жалпы 2-ге бөлінеді. Жай және күрделі болып. Жай турауға сабанша, томарша, дөңгелекшелер жатады. Ал күрделі турауға алпырталар, сарымшақсалар жатады. Тамыр жемістілер мен дәл солай, олар да жай және күрделі топқа бөлінеді турау түрлері. Жай топқа сабанша, томарша, дөңгелекшелер жатса, ал күрделіге жұлдызшалар, айдаршалар, сосын шар тәрізділер жатады. Осыны өндірістік практикада қолдандық па? Технологиялық практикада қолдандық па өндірістік орында? Бұларды, яғни салаттарда әдемілеу үшін, әрлеу үшін бізде күрделі түрлері қолданылады, Аха, жарайсың, жақсы. Келесі. Рахмет, Жанат. Келесі. Мен дайынмын. Кім? Мен дайынмын. Ниетбаева Жайна. Ниетбаева Жайна. Маған 22-ші билет түсті. Бірінші сұрақ қуыру, пісіру жабдықтары және фрутернициялар. Фрутернициялар, Қуыру, пісіру технологиялық негіздері мыналарда. Өнімді дайын болғанға дейін пісіру, содан кейін майлар, соустар және сорпалар аралық технологияда орта арқылы әсер етеді. Және қуыру, пісіру процестерінің жабдықтарының негізінде бұлай жүргізіледі. Біріншісі жай қуыру, екіншісі бұқтыру, үшіншісі шала қуыру, төртіншісі пастерлеу, бесінші фрутерницияда қуыру, ал алтыншысы пісіру. Енді солардың жабдықтарын айтпашы маған, жабдықтары, қандай жабдықтар? Жабдықтары плита табаларда пісіреді, кәдімгі таба, сол секілді тағы бір ыдыстарда пісіреді. Фрутернициялар дегеніміз, ол майдағы картопты пісіруге арналған арнайы аппарат бұл. Арнайы аппарат. Көп мөлшерде көкөністі қуыру үшін арналған арнайы аппарат. Жабдық түрі, Екінші сұрақ дәмдік тауарлар. Дәмдік тауарлар дегеніміз тағамның дәмін келтіретін және иісін шығаратын тағамдарды айтамыз. Мысалдан бұрыш, қалампыр және ловыр жапырағы және тағы басқа нәрселерді олардың барлығын дәмдік тауарлар деп айтамыз. Оларды кез келген сорпаға, сондай тағамдарға қосуға болады. Маған ұнан қарамай тұр. Үйден тағы да оқып қайталайсың дәмдік тауарлар туралы.
Келесі сұрақ. Үшінші сұрақ. Аспаздық жылулық өңдеудің түрлері мен тәсілдері. Өнімдердің жылу мен өңдеу негізгі құрамды және көмекші болып бөлінеді. Негізгі әдістері оның пісіру. Ол азық-түлік өнімдерін қайнап тұрған сұйықтықта немесе су буы атмосферасымен жылу өңдеу болып табылады. Пісіру кезінде мысалдан температура неғұрлым жоғары болса, өнімнің аспаздық дайындығы сол құрылым шапшаң болады. Оның физикалық, химиялық процестерін оқып үйрену және өңдеу тәртіптерімен уақытпен мұқият сақтану қажет. Көкөністе кездесетін дәрумендер. Көкөністе қандай дәрумендер көп? Көкөністерде мен білетін А дәрумендері, Е, сәбізде мысалғадан сәбізде А дәрумені бар. Ал жүгеріде Е дәрумені. Орам жапырақта К дәрумені кездесе, банан мен апельсинде В9 дәрумені кездеседі. Және тағы басқа да. С дәрумені тағы қандай көкөністе кездеседі? К дәрумені ма? С дәрумені, С. К деген дәрумен жоқ, С дәрумені бар. Бар, орам жапырақта бар. Орам жапырақта және қызанақта, сәбізде көп С дәрумені кездеседі. Жарайсың, рахмет. Жанат, келесі. Мен айтсам болады ма? Жұбанова Айдана. Жұбанова Айдана. Маған бірінші сұрақ амебаб жетектері түскен болатын. Асханалық амебаб жетектері электр қозғағыштан және редуктор ауыстырмалы атқару механизмдермен жалғау құрылғылардан тұрады. Бірақ қазіргі кезде бізде шетелден де дамыған, мысалға бізде қазір уже бізде жетектер P0,6, 1,1, P11, UMM кездеседі. Ал жаңағы айтқан P0,6, 1,1-да бірге түсетін болса жетегіне, бұл жетек электр қозғағыштан және екі сатылы цилиндрлы тісті берілісті редуктордан тұрады. Екінші сұрақ, азық-түлік тауарларын штрих-кодтау. Жалпы штрих-код бізге тауар туралы ақпарат, яғни информация білуге болады. Мысалға айта кететін болсақ, информация, мысалға қоймаларда бізге бір тауар керек болатын болса, сол штрих-код арқылы біз сол тауар жайлы біле алатын боламыз. Және де бізге сол штрих-код арқылы тауарды табу оңайға түседі. Үшінші сұрақ, үй құстары мен қояндарға механикалық аспаздық өңдеу. Үй құстары мен механикаларда бірінші кезекте жүгіту, үйіту, басын және аяқтарын алып тастау, мойнын бөліп тастау, тазарту, жуу және ең соңғысы шала фабрикат дайындау. Тамақ пісіруге арналған жабдықтар. Қандай жабдықтарды білесің? Пісіруге арналған жабдықтар бізге тезірек, шапшаң тамақты тезірек істеу үшін керек болады. Және де оған азық-түлік бөлетін тақтай, үккіш, пышақ, елеуіш, көкөніс тазалауға арналған құрал. Ал электр жағынан келетін болсақ, миксер, пісіруге арналған жабдықтар. Және де тағы да айта кететін болсақ, қол миксері, кофе тартқыш, және де біз күнделікті өмірге қолданып жүрген шағын толқынды пеш, солар қолданса болады жабдықтарға. Жарайсың. Енді келесі сұрақ мен саған қоямын. Көкөністердің құрамындағы дәрумендер, оның ішіндегі С дәруменнің адамның ағзасына пайдасы қандай? Жалпы адам және жануарларға да дәрумендер адам өміріне маңызды десек те болады. Соның ішінде С витамині көбінесе кездесетін түрі. С витаминде аскорбин қышқылы кездеседі, және де ол С витамині қыс-көктем кезеңінде ауырған адамға аса қажет десек те болады. Және ақпарат айта кетсем, С витаминде апельсин мен лимон дәмі емес, ұнтақ қызыл бұрышы 2%-ға жоғары екен. Жарайсың, иә. Ал сол С дәрумені біздің қай ағзамызға көп әсерін тигізеді жақсы жағынан? С дәрумені зат алмасу процесінде қатысады. Зат алмасу процесін жақсартады және сонымен қатар
көздің көру қабілетін жақсартады екен с дәрумені. Біле жүріңдер. Жарайсың. Жұбанова Айдана, жақсы рахмет. Келесі. Себиев Айдан, маған 15-ші билет түсті. 15-ші билет. Бірінші сұрағы, Әмбепап, жылу аппараттарға қандай аппараттар жатады? Жылу мен өңдеу деп өнім мен оның қоршаған ортаның арасындағы жылу алмасу процесін айтамыз. Жылу алмасу процестерінің жетілдіру, аспаздық өнімдердің технологиялық өндірісінің қарқындылығын арттыруға жол ашады. Тамақ өнімдерін өңдеуге арналған жабдықты жетілдіру үшін жылу алмасу процестерінің ғылыми негіздерін білу қажет. Және технология қолдану бойынша жылыту отыны, жылыту тәсілі және құрастыру шешімдері бойынша айтылады. Келесі сұрақ. Азық түліктерінің химиялық құрамы, ферменттер мен және бояғыш заттар. Азық түлік тауарларының және олардың химиялық құрамы, олардың пайдалану және көрсеткіштердің бойынша топтарға немесе кластарға бөлуге болады. Ферменттер туралы айта келек болса, ферменттердің химиялық қасиеті қазіргі кезде 2000-нан астам ферменттердің әсері зерттеледі. Оның ішінде 200-ге жуығы кристалл түрінде алынған. Олардың бәрі де белоктардан болып табылады. Жарайсың. Ал бояғыштық заттар туралы не айта аласың? Бояғыш заттар олар түрлі материалдардан жасалады және белгілі түске бояйтын қасиеті бар органикалық қосылыстар. Тағамда бұлардың зияндылығы бар ма? Иә. Тағамға қоса аламыз, яғни кондитерлік өнімдерде көптеген бояғыштық заттар бізде қосылады. Яғни бұның кері әсері де бар, әсемдік болғанымен бізде кері әсерін береді бояғыштық заттар. Келесі сұраққа көшейік. Ет, субөнімдер, механикалық аспаздық өңдеу. Етті механикалық аспаздық өңдеу ет цехында жүргізіледі. Кәсіпорындарда мұндай цех етті сақтауға арналған сутты камераларында қасында және сақталады. Ет цехында етті, құсты және су өнімдерді жеке-жеке бөледі. Жұмыс орындарында осы өнімдерді өңдеуге технологиялық процесінде сәйкес ұйымдастырылады. Су өнімдер дегеніміз не жалпы? Құсты алсақ та, біз мал етін алсақ та, қой етін алсақ та, сиыр етін алсақ та, қоян етін алсақ та, бізде су өнімдері деген өнімдер болады. Яғни су өнімдері дегеніміз ішкі ағзалары. Ішкі ағзаларына нелер жатады? Бауыр, бүйрек, тірек, ішек, қарын, өкпе, бауыр, міне осылардың бәрі, бүйрек бәрі жатады. Ал енді оның сыртқы су өнімдерге қарайтын болсақ, сыртындағы мінеке бас, сирақ, осылар жатады. Су өнімдері дегеніміз осы. Ал сол су өнімдерін қалай механикалық аспаздан өңдеуден өткіземіз? Мысалға ішек қарынды алатын болсақ, оны алдымен біз не қыламыз? Қажетсіз заттарынан тазартамыз, тазартып, оларды суда қайнатып аламыз. Жарты сағатта суда қайнатып, содан кейін оны біз әрмен қарай өзіміздің тағамымызға дайындалуға оны қосуымызға болады. Яғни сіздердің жаңағы цехтарыңызда мен байқағандай, өткенде өзімде көріп кеттім, ішек қарыннан, мысалға ішектен сіздер не жасадыңыздар? Қазы, рулет. Рулеттер жасадыңдар, еттен. Яғни бұжы деген тамақтарды жасаған болатынсыңдар, Есерөккеден өткізілген етке ішіне соны не қылдыңдар? Салып, ішектің ішіне өткіздіңдер, Ондай жұмыс жасадың ба хамапаркте? Да, мясной цехта жасалған. Мясной цехта, ет цехында сондай жұмыстар жасалынған болатын. Жарайды, жақсы, рахмет, Айдын. Жүнісхандияна 200 топ. Маған берілген билет саны 17. Бірінші сұрағым ЖВЕ 720 айналмалы электрлі құймақ пісіру аппараттары. Бұл аппарат бізде құймақ пісіреді. Яғни бұл аппарат 4 бұрышты пішінде құймақ пісіреді. Оның жұмыс істеу барысы бактағы сұйық қамырды ауаның келбеу тұсына беріледі де барабанның сыртқы бетіне жайылады. Айналып тұрған ыстық барабанға піседі.
яғни оның айналмалы барабаны болады. Сол айналмалы барабанда піседі. Ол пісіп болғаннан кейін қырғыш пышақтар арқылы тостағанға өзі түседі. Өзінің салмағымен тостағанға түседі. Келесі сұрақ: ет консервілері мен ысталған ет, шұжық өнімдері. Ет консервілері дегеніміз ол герметикалық жабылған және термиялық өңдеуден өткен шыны немесе темір ыдысқа салынған ет өнімдері. Ет консервілерін өндіру үшін мынадай операциялардан тұрады. Бірінші, шикізатты дайындап аламыз, оны порцияға бөлеміз. Порцияға бөлгеннен кейін ыдысқа салып, оның бетін жауып, герметикалық өңдеуден өткізіп, термостатта ұстаймыз. Және термостатта ұстағаннан кейін оның этикеткасын жабыстырып, орауға жібереміз. Және бір айта кететінім, ет консервілері герметикалық бүлінген болса және тот басқан, этикеткасы жыртылған болса, онда ол сатылымға жіберілмейді. Сапасына қойылатын талаптар, яғни сен айтып отырғаның. Сапасына қойылатын талаптар осы. Және де ысталған етті айтып кетейін. Тұзда ысталған еттің дәмі өзгеше болады. Ол тек қана тұздалып қана қоймай сүрленеді. Оны біз деген қой етінен, шошқа етінен, сиыр етінен және де тағы да басқа жануарлардың етінен жасай аламыз. Шұжық өнімдері бізде етті турамасынан жасалынған және жылулық өңделген өнімдер. Ол әртүрлі шұжықтар химиялық құрамы және тағамдық құндылығы бойынша әртүрлі болғанмен, оның ішіндегі витаминдері, микро және макро элементтері бірдей болады. Яғни бұған қандай өнімдер жатады? Шұжық өнімдерге шұжықтың қандай түрлері бар? Жартылай піскен, жартылай қақталған. Жартылай қақталған, пісірілген, толық пісірілген шұжық. Нанды етті шұжық. Нанды етті шұжық. Қанды шұжық. Қанды шұжық. Және ливерлі шұжық. Ливерлі шұжық дегенімізді оны жаңағы суп өнімдерден дайындалады. Яғни өкпе бауырдан өкпе-бауырдың жаңағы құрамында тек қана сондай суп өнімдері ғана болады ливерлі шұжықта. Және сосискалар және сарделкалар жатады. Шұжықтың қаптамасы үш түрге бөлінеді. Табиғи, яғни ол ішек қарын, жасанды, ол белокты, целлюлозды болады. Сосын қабықсыз ет наны және сілікпен. Жарайсың. Енді Диана, саған бір сұрақ болып тұр. Ет тағамында айттың жаңа, ет тағамдарының сапасына қойылатын талаптар туралы айтып бере аласың ба? Ет тағамының сапасына қойылатын талаптар. Әр тамақтың өзінің ет турау тәсілі болады. Формада туралады олар. Мысалға, бензин томянды алатын болсақ, оның еті майда болып туралады. Ішіндегі қосылатын көкөністер де майда болып туралады. Еті туралған кезде майда болып туралып, және ол балғын, жұмсақ болу керек. Өзінің дәмімен хош иісі болу керек. Тұздығын бұқтырылған тағамды алатын болсақ, бұқтырылған тағамда да дәл сондай. Ет өзінің формасын жоғалтып алмау керек. Көкөністермен бірге піскен кезде оның да еті балғын және иісін жоғалтпау керек. Иісі өзіне тән болу керек, өзіне тән болу керек. Жарайды, жақсы, рахмет, Диана. Сагидуллаева Алмида, 2-ші топ студенті, номер 23 билет. Бірінші сұрақ менде тамақ пісіретін сөрелер. Тамақ пісіретін сөрелер қору және пісіру сөрелеріне мынандай талаптар қойылады. Сөренің камерасындағы барлық нүктелердегі температуралық өріс бірдей болу керек. Өрістегі температура 150-350 градус аралығындағы болу керек. Сөрелердің пісіретін өнім түріне байланысты құрылымдары әртүрлі болады.
сөрелердің ішіндегі қыздыру агенті табиғи немесе жасанды түрде қозғалуы мүмкін. Балықтың сапасына қойылатын талаптар кез келген өнімге, әсіресе балыққа қойылатын негізгі талаптардың бірі ол балғындылық болады. Балықтың бұлшық етінің дәнекер ұлпалары аз болғандықтан да бактериялары тез енеді. Сондықтан да балғындылықты қажет етеді екен. Фабрикаттардың сақталу мерзімі. Жартылай фабрикаттар дегеніміз олар жартылай дайын емес тағамдарды айтады өйтіп. Жарайды, жақсы, рахмет. Менің аты жөнім Мыңбаева Гүлбану. Менің билетім 21-ші билет. Бірінші сұрақ: жылу қондырғыларын қолдану ережесі мен қауіпсіздік техникасы. Техникалық бағыт бойынша жылу жабдықтарын қайнату, қору, пісіру аппараттары деп бөлінеді. Қауіпсіздік ережесі: жылу асханаларында қауіпсіз ережесін сақтау керек. Қасында отдельный майлықтар болу керек. Жұмыртқа және жұмыртқа өндіру олардың сапасына қойылатын тағамдар. Жұмыртқаның сапасына оның қатты қабаттарына байланысты массаны өлшеу арқылы қолданылады. Сосын жұмыртқаны емдік тағамдар ретінде де қолдануға болады. Жұмыртқа өнімдері дейді. Жұмыртқадан қандай өнімдер алынады? Шикі күйінше жұмыртқадан қандай өнімдер алынады, соны айт. Жұмыртқаның құрылысын айту керексің. Жұмыртқа неше қабатты құрылыстан тұрады өзі? Сапасына қойылатын талаптар қандай болу керек? Ірімшіктен қосылған тұшпара, вареники, яғни сүзбелі бәліш, ірімшіктен жасалған құймақ және буда пісірілген пудинг тағамдары жатады. Жарайды, жақсы. Келесі студент. Қошмұратова Айшолпан, 6-шы билет. Және піскен көкөністерді турауға арналған машиналар. Шикі көкөністерді турауға арналған машиналардың маркасы МПО 50-200, МПО 400-1000, УММ 200. Шикі көкөністерді турауға арналған машиналар тілімде саяқшалап пішінде тонауға арналған. Ал МПО 400-1000 шикі көкөністерді әртүрлі пішінде, УММ кескінділеп кесуге арналған машина. Ал піскен көкөністерді турауға арналған машиналардың маркасы МОМ 11-1, МПО 160, МОМ 11-1 піскен картопты езуге арналған. Ал МПО 160 піскен көкөністерді әртүрлі пішіндерде кесуге арналған машина. Екінші сұрақ: жемістерді химиялық құрамы мен олардың тағамдық құндылығы. Жемістердің химиялық құрамына минералды заттар, көмірсулар, органикалық қышқылдар, ферменттер, азоттар жатады. Жемістердің тағамдық құндылығы тәбетті арттырады және басқа тамақ өнімдерінің сіңімділігін жоғарылатады. Жемістерде А, Б1, Б2, С дәрумендері мол. Үшінші сұрақ: балықтың котлет массасынан котлеттер дайындау. Балықтың котлет массасынан котлет, биточектер, зыралар, тельное, тефтелдер дайындалады. Жартылай фабрикаттар дайындалады. Рахмет, жақсы. Келесі. 19-ші билет. Қуатбаев Асылбек, 2-ші топ, 19-ші билет. Электр қазандары қазіргі кезде маркалары КПЭ деп аталатын тамақ пісіретін сыйымдылықтары 40-60, 100-160 және де 250 литр электр қазандары. КПГ деп аталатын газбен жылытылатын қазандар маркасы КПП деп аталатын 100-160 және 250 литрлік тамақ пісіретін бұл қазандары шығарылады. 40-60 литрлік төңкермелі 100-160-250 литрлік төңкерілмейтін. Екінші сұрақ: дәмдеуіштердің түрлері. Дәмдеуіштердің түрлері әртүрлі тағам әзірлеуге. Әртүрлі тағам әзірлеуге қолданылатын дәмдік хош иісті заттар. Тамаққа өзіндік дәм мен хош иіс беру үшін аздап қосылатын өсімдіктердің әртүрлі бөліктері. Тұқымдар,
және де қыша, мускат жаңағы, және де тағы басқалары. Жемістер, бұрыш, зере және тағы басқалары. Гүлдер, қалампыр және де тағы басқалары. Жапырақтардан лавр жапырағы және де тағы басқасы. Дәм қабығы, тамыр, жемістері, ақжелкек, ақжелкен және де тағы басқалары. Бұлар тамақтың сақталу мерзімін ұзартады. Молодец, жақсы. Жарайсың. Бутербродтың неше түрлері бар? Группа айта қойыңдаршы, қандай түрлері бар бутербродтардың? Асылбекке көмектесіп жіберейін. Қандай түрлері бар бутербродтардың? Негізгі 2 түрі бар, иә? Ашық және жабық. Жарайды, жақсы, Асылбек. Рахмет. Ал енді студенттер, бүгінгі біз мемлекеттік біліктілік емтиханын ойдағыдай аяқтадық. Дайындықтарың жақсы деген бағамен бағалап отырмын. Барлықтарында жақсы дайындалғансыңдар. Енді мен осы емтихан бойынша әрқайсысыңа қойылған бағаларды айтып өтейін. Артықбаева Динера 4, Асанбек Мерей 4, Барат Диас 5, Бердібаев Дәурен 4, Жолдасбаева Жанат 5, Жұбанова Айдана 5, Жүнісхан Диана 4, Жұмаков Улан 4, Зарипбаева Гүлжан 4, Көпбосынова Елдана 4, Қошмұратова Айшолпан 4, Қуатбаев Асылбек 3, Мақсетбаева Жанарай 4, Меделхан Аяулым 4, Мыңбаева Гүлбану 4, Мырзагулов Екрамбек 5, Ниетбаева Жайна 4, Оразбаева Жансая 4, Пак Виолетта 5, Сагидулаева Умида 4, Самарт Айдана 4, Симбиев Айдын 4. Міне осындай бағамен бағаландыңыздар барлықтарыңыз. Алдағы уақытта кейбір жерде сұрақтардан кішкене айтылмай қалған жерлер болды. Сұрақтардың кейбіреулерінен жаңағы қателесіп шатасып жаттыңыздар. Соны үйде каникулда қараймыз. Соны үйден қайтадан тағы да өзімізді бір қадағалап қайталап аламыз. Келесі курста кездескенше жақсы сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.